жазғы мектеп бүгін қазақ тілі пәнінен бүгінгі сабағымызды табиғат аясында өткізетін боламыз. Тақтадағы тұрған сөз жұмбақты шешу арқылы сабағымыздың тақырыбын болжап алайық. Оқушылар тақтада сөз жұмбақ тұр. Бірінші сөз жұмбақ мына жерде қараңдар. Не? Сөздерден тұрады. Сөздерден тұрады. Бұл не? Мәтін бар? Сөйлем. Келе ғой Нұрай, тақтаға жаза ғой. Сөйлем. Кел көрсетіп жасқара. Екінші сөз жұмбақтың тапсырмасы естиміз, айтамыз. Дыбыс. Келе ғой, Амина, тамаша. Дыбысты не естиміз екен? Естиміз екен ғой. Келесі, мағынасы жақын сөздер. Бір-біріне мағынасы жағынан жақын сөздерді қалай атайтын едік? Қалай атаймыз? Келесі, іс-әрекетті білдіретін сөз табы. Етістік кім жазады? Келдәрін. Ауызша, жазбаша түрлері бар. Ненің? Ауызша және жазбаша түрлері бар. Біз өткенде айттық. Ненің? Сөз. Бақытжан. Сөйлеу. Кел Бақытжан. Жазамыз, кел. Келер. Сөйлеу. Айбану. Зат есімнің сұрағы қалай? Сұрағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Сын есім екен. Оқушылар, сын есімді жалпы біз бастапқы біліміміз бар, я? Бірінші сыныпта, екінші сыныпта өттік сын есімнің не екенін білеміз. Есімізге түсірейікші, сын есім дегеніміз. Сын есім сапасын білдіреді. Пішінін білдіретін сөздерді сын есімдер дейміз. Тамаша. Ал оқушылар, бірінші бәріміз қараймыз. Бірінші тапсырма жеке жұмыс. Әрқайсымыз жеке қима қағаздармен жұмыс жасайтын боламыз. Мұндағы қима қағаздағы берілген суреттерді сипаттап шығамыз. Түрі қандай, түсі қандай, дәмі қандай, сапасы қандай жазып шетіне жазамыз. Сұртма сипаттаймыз. Ал кеттік сипаттаймыз. Бұл айранды сипаттаймыз. Ал және ал жазамыз. Ал жазамыз. Мысалы қараңдар. Лимонның түсі қандай? Дәмі қандай? Пайдасы қандай? Жақсы ма, жаман ба? Қағаздың өзіне жазыңдар. Қағаздың өзіне жазамыз. Мысалы мармелад қандай? Қатты ма, жұмсақ па? Жұмсақ. Суретті Амина? Амина әлі жазып жатыр. Ал толықтырамыз Амина. Оқи ғой.
Бұл ненің суреті? Лимон. Бұл лимон. Лимонды сипаттаймыз. Лимонның түсі сары, оның дәмі қышқыл. Оның пішіні дөңгелек, ол қатты. Тағы тамаша. Бізде қандай сурет? Мармелад. Мармелад тәтті, оның түсі әртүрлі болады. Ол төрт бұрышты. Оның аю түрі болады. Тамаша. Дарина, бізде қандай сурет? Айран. Дарина, дауысын шығарамыз. Оның түсі ақ. Ол пайдалы, бәріне ұнайды. Бәріне ұнайды. Тамаша. Ал оқушылар, енді осы бірінші тапсырма бойынша не түсіндік? Яғни берілген суреттерді сипаттадық. Несі бойынша сипаттадық? Түсі бойынша, түрі, дәмі, пішіні, сапасы. Сорта келгенде сын есім дегеніміз заттың несін білдіреді екен? Заттың сынын, түр түсін, сапасын, пішінін, дәмін білдіреді екен. Сонда сын есімнің сұрақтары қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді екен. Оқушылар сабақ барысында әрбір орындалған тапсырма бойынша сендерді мен мынандай балдық жүйелі тұрған тапсырма қағаздармен бағалайтын боламын. Бірінші тапсырма бойынша Нұрай өте жақсы сабаққа қатысты, сондықтан мен оған 10 ұпай беремін. Нұрайға киіміне жабыстырамыз. Сабақ соңында осылай жақсы қатысқан оқушылардың қанша лүпіл жинағанын қарап, оқушының сабақты қаншалықты меңгергенін түсінуге болады. Даринаға 8 ұпай. Нұрайға 9, Назымға 9 ұпай. Аминаға 10 ұпай. Және Бақытжанға 9 ұпай. Және бізде Айбануға да 9 ұпай беріледі. Өте жақсы. Оқушылар, келесі тапсырма бізде топтық жұмыс. Суретте не көріп тұрмыз? Үйді көріп тұрмыз. Қандай үй? Үлкен, көп қабатты. Бұл үйге не жетіспейді? Заборы жоқ, яғни қоршауы жоқ. Тағы не жоқ? Үйті жоқ, яғни машинасы жоқ. Үйдің қасында тағы нелер болу керек? Ағаштар, гүлдер болу керек. Олай болса, қима қағаздан жасалған қоршауларға үйімізді сипаттап, біз не істейміз? Қоршауларды жабыстырамыз, забор жасаймыз. Міне, өрт. Бұл қызықты ғой. Шағық бұрсын. Жазайы. Сүрек. Дарина не жазды? Сонымен біздің үйіміз қандай екен? Қоршап болдық па? Оқып шығайық. Қандай екен бірінші? Қызыл, жасыл, көп қабатты, әдемі, жарық, биік, жаңа. Жаңа салынған үй екен. Тамаша. Бізге осындай әдемі үйде тұрғымыз келе ме? Әрине, әдемі үйде тұрғымыз келеді. Тамаша. Топтық жұмысты керемет ұйымшылдықпен бір топтың оқушылар әдемі қылып жасадыңдар. Жарайсыңдар оқушылар. Енді бұл жұмысты жинап істейміз, Оқушылар, енді тақырыпқа байланысты біздің келесі тапсырмамыз жұптық жұмыс. Яғни, мысалы, Дарина мен Назым жұп болады, Амина мен Бақытжан және Айбану мен Нұрай жұп болады. Бұл жерде жұптың бірінші
бірінші оқушы сын есімді айту керек, екінші оқушы оны зат есіммен толықтыру керек. Тапсырма түсінікті болды ма? Иә. Кеттік. Жасыл. Жасыл жапырақ. Жасыл жапырақ. Тамаша. Амина. Ақылды қыз. Керемет. Айбану. Жаңа үй. Жаңа үй. Тамаша. Жұптық жұмысты оқушылар керемет меңгерді. Тағы да біз үпілдермен бір-бірімізді бағалап кетейік. Даринаға 10 ұпай, керемет орындағаныңыз үшін. Керемет. Мінекей. Назымға 8 ұпай. Оқушылар, бізде қазір сергіту сәті. Бұл жерде тақтаға бір оқушы шығады және жануарларды жасыру керек. Сендер оның қандай жануар екенін табуыңыз керек. Атын айтпайды. Сол жануарды сипаттап жасыру арқылы сендерге табасыңдар сендер соны. Қандай жануар екен. Ал бірінші бізде кім шығады? Кел, Дарина шыға ғой. Дарина қандай жануарды жасырады екен қарайық. Бірден айқайламаймыз. Дұрыстап түсіндіреміз. Ал. Қоян. Ит. Қоян ба? Дұрыс айтты ма? Ол не? Ол мысық дейді. Бүйтіп көрсетті ғой сендерге. Таба, Даринаның айтқан таба алмай қалдыңдар. Отырамыз. Кел, Нұрай. Кел, Нұрай. Аю. Дұрыс па? Тамаша. Ақыл сапалақтап қояйын. Кел, Амина. Ол дейтін суда жүреді, бірақ ода адамдар қорқады. Акула, иә. Тамаша. Бірден біліп қойдық, иә? Секіреді. Өзі жасыл. Көздері қостақ. Бұрыс. Бірден біліп қойдық. Оны қайдан білдік? Бақа екен. Секіреді, ол Жасыл түсті. Көзі қандай бақаның? Үлкен қостақ, бақырайған. Бізде кім қалды айтпаған? Бақытжан қалды. Келейік, Бақытжан қандай жануар жасырады екен? Өзі көп жануарды алдап. Түлкі. Алдайды. Қу ғой, яғни қу, е? Солай ғой. Түсі қандай екен? Қызғылт түс. Біз бұл жерде жануарлардың бәрін жасырған кезде қалай не істедік? Қалай жасырдық? Сын есіммен жануарларды оның сипаттау арқылы, түрін, түсін, сипаттау арқылы жануарларды жасырып таптық. Қызықты болды ма сергіту сәті? Қолын шапалақтап қояйық. Тамаша, жарайсыңдар. Дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі сабақ бойынша не түсіндік? Сын есім дегеніміз не? 5 саусағымыздың суретін саламыз дәптерге. Сол 5 саусағымызға жазамыз. Сын есім дегеніміз не? Оның сұрақтары, оның қандай түрлері бар? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Несімен ұнады? Қандай білмеген мәліметтерді алдыңдар? Осы сабақ бойынша қорытындылап 5 саусаққа жазып шығайық. Ал болдық па оқушылар? Бүгінгі сабағымызды 5 саусақ әдісімен қорытындылаймыз. Яғни не түсіндік, нені үйрендік бүгінгі сабақта. Кім оқып береді? Нұрай оқи ғой. Даусын шығарып өт. Сын есім заттың сынның сапасын білдіреді. Сұрақтары қандай қайық деген сұраққа жауап береді. Тағы сын есім түрін білдіреді. Тағы да сапасы мен дәмі. Оның ең басты мен негізгі Амина оқи ғой. Түрін, түсін, сапасын, дәмін, олардың сұрақтары қандай деген сұраққа жауап береді. Оның 2 түрі бар, негізгі және туынды сын есім. Сабақ түсінікті. түрін түсін білдіреді. Сұрақтары қандай қай сұрақтарға жауап береді.
Тамаша. Сұрақтарға жауап береді. Негізгі Ал бүгінгі сабағымызды енді қорытындылай кетейік, оқушылар. Сонымен біз бүгін сын есім туралы білімдерімізді одан сайын толықтырып, тапсырмалар орындап сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Оқушылар, сабақ сендерге ұнады ма? Иә! Сабаққа ұнаған болса, көңіл күйімізді саусағымыз арқылы көрсетейікші. Олай ма бәрімізге? Осылай ұнады ма? Тамаша, жарайсыңдар. Олай болса, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйден сын есімге байланысты 3 сөйлем жазып келеміз. Сын есімді қатыстырып. Түсінікті ме тапсырма? Иә! Сау болыңыз.